Бәріне сәлем, сіздермен Әсел, менің парақшама қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кеттіңіздер. Бүгінгі влогта бізде продукт алуға барамыз және Алиданың туған күні. Алида бізде 5 жасқа толды. Сол жайлы болмақ. Бетін қараңдаршы. Алюшка. Қайырлы кеш, шұғылаға бар продукт алып келдік. Қазір көрсетем не алғанымды. Сонымен не алдық? Шұғылаға бардық. Бүгін зарплата түсті. Сонымен продукт алып келейік деп кештетіп барып келдік. Қазір сағат 9:30 болды. Алған заттарға обзор. Осы жолы 3 килограмм емес, 2 килограмм цеснаның ұны. Бұлай бастай берейін. Мына жерде лаваш алдым балаларға. Енді өзімізде жейміз. Колбаса, Марленнің краковскийін алдым. Сыр. Содан кейін ылғи чим-чимнің несін алып жүрген приправасын. Мынандай сенсойдық кепті. Сонымен осынан алайын деп сәбізге арналған және де фунчозаға арналған. Ары қарай мына жерде йогурт түртеу балалар жейміз дегесін алдық. Мынада балалар қоймайды. Коробкасы қымбаттау тұрады екен. Мынау арзанда осыны алдық. Сүтпен ішеміз деп. Биа кефир, мынау Қырғызстандікі. Соевый соус, гречка біткен үйде. Мынау пакмая, тағы немене да мынау біздің өзіміздің дрожждар. Мынау Қытайдікі екен. Тез ашытады дейді, енді көрейін деп алдым осыны ангел деген. Жақсы дейді, о тез көтереді дей ма сондай. Шемішке біздің алып жүрген май жоқ. Бүгін бәрі зарплата түскеннен шұғыланың кәдімгідей босап қапты. Мынандай ғана май таптым. Қостанайский жайлауы бар екен, сонымен мынаны жеп көрейік деп Қостанайская дегенді алдым. Енді Қостанайдікі мақтап жатады ғой. Көреміз енді. Халва. Мына құрт алдында алған едік. Күшті ұнады, бірақ бағасы да кішкене қымбаттау басқа құрттарға қарағанда. Дәмі күшті екен. Сонымен 600 ба, 500 ба, сондай тұрады. Тағы біреуін алғанбыз 700 теңгелік. Ол ұзын-ұзын, ол бітіп қап, сосын осынан екеу алдым, балалар жейміз дегеннен кейін. Майонез, шемішкен айттым. Көк шай ішкенге. Байсенің көк шайы, лимонная кислота, сүттен екеу ғана алдық бака. Фунчоза, салат жасау керек. Мына жерде ақ нан, қара нан, соны алдым. Мына жерде филен алдым. Тауықтың мына жерде жамбастары кетті. Бірақ алаш алдым. Пакет-пакетке бөліп қойыпты. Қанша шығыпты? 3278 теңге шығыпты. Соны алдым. Мынау 2407 теңге дейді. Жұмыртқа алдым. 13 қана алдында үйде алғанбыз. Осылар. Ал енді көкөніске келетін болсақ, үйде картошка бар. Кішкене ала салдым. Салат жасаймын деп капуста алдым. Үйде жартысы бар. Салаттар жасақ болу керек. Кинз алдым соған. Помидор, пиццаға негіз қатырылған бар менде. Салатқа алдым. Қияр, гранат алдым. Үйде жүзім бар ғой деп сонымен перецтер, әлі ескі перецтер қойдым. Сонымен арзан болып кеткен ала салдым салатқа қылып. И сәбіз. Морковь жасағанға. И күріш анау-мынауға. Осы бар алған көкөніс. Содан кейін алдында Қытайдың бір сары порошогын айттым ғой, атын ұмытқан. Дофин ба, қалай еді? Дорофин ба, бір ұмытып қалдым. Өшерге жазып кетем атын. Енді иісі күшті екен, бірақ онша аса бір кетірмейді. Соны персилді мақтағаннан осы персилді алып көрейін дедім. Енді көреміз. Кір сабын, қырғыш сабын не, тряпка, әлпештің несі и прокладки. Аның иісі деген бұрқырап тұр ғой. Көреміз енді. Көбісі ана гелі қымбат тұрады екен. Мынау кішкене арзандау екен. Ушасты нәнін алып жүрген мәнігені, соң ана сарыны алдым. Мен персилді көрейін деп атырмын. Бәрін көріп аламын енді. Бәрі персилді мақтайды. Иісі енді күшті болып тұр. Сол алғандарым осылар. Осының барлығы чегі бар. Шамамен 10.172, 10.110 және 12.103 теңге. Шамамен 32-33 мыңдай шықты. Енді көп алмадық продуктаны. Керек-керегін ғана алдық.
Сонымен 30 қараша Алиданың туған күні болды. 5-ке келді қызым. Соның өзінің қалағандай кукла домик, кукла, мама папасы мен баласы мен болсын деді. Соны заказ бердік. Содан кейін корона, лента 5 жасқа толуымен деген. Сонымен естелік ретінде видеоға, фотоға түсірдік. Содан ары қарай енді үйде тамақ ішпейік деп ары қарай кафеге бардық. Сол Таңшолпанға барып өздерінің қалаған тамақтарын жеді. Мынау Алюшка біздің. Тамақ күтіп отырмыз. Фри. Балалардың тамағы. Фри. Мен туған күнім. Что там, окно открылось? Қызым түсірпай. Фотоға түсіріп кетеміз. Таңшолпаннан шықтық. Енді бензин жасауға кетіп бара жатырмыз. Қарнымыз тойды.